Сәлем Айсұлтан. Күні кеше ғана Қазақстанда не бір жақсы жаңалықтар болып жатыр. Енді оның ішінде түркітілдес елдердің көшбасшыларының келуі бар, ЛРТ бар, ашылды көптен күткен. Енді осындағы түркітілдес көшбасшылардың келуі, Ердоғанның келуі, Тұран одағы идеясы бар. Осы тұрғыдан сөйлесек, Тұран одағы идеясы іске асады деп ойлайсың ба? Сәлем, біріншіден. Іске ол жайлап басып жатқан одақ қой. Бүйтіп ресми түрде біз одақ болып біріктік, ТМД деген секілді бұлай қағаз ұрылған одақ болмаса да, бұл экономикалық ынтымақтастық жағынан бұл жайлап іске асып. Әзірге ауада. Енді ауада деп те айта алмайтын шығар, меморандум, келісімдер бар ғой. Сөз жүзінде. Келісімдер бар, алмасып жатқан бір экономикалық өзінде бір бар ғой, келісім шарттар бәрібір. Бірақ өзде президент мырза ашып айтты, әскери одақ болмайды деді. Біздің халық барлық жерде көбінесе Тұран одағы дегенде әскери одақты елестетеді. Бір-бірін қорғайды, осы түркітілдес елдер біреуінің шетіне жау кірсе, екіншісі оны қорғайды деген сияқты бір сондай үміттері бар да. Енді қазір геосаяси жағдайда бір-бірін басып кіріп жатқан елдер бар ғой енді. Кім мықты, сол басып кіре беретін болып кетті ғой қазір. Сондай жағынан енді бір елдігімізді сақтап қалайық деген бір қорғаныш сезім шығар, қорғаныштан туған ой шығар деп ойлаймын. Болашақта Евроодақ сияқты Тұран енді ол болашақтың жобасы ғой, бірақ Түркістандағы сөзінде Тоқаев мырза ашық айтты ғой, бұл әскери одақ болмайды дегендей, әскери одақ. Болашақта мүмкін болатын шығар. Мен өзім қалаушы едім әскери одақ болғанын. Әскери да, экономикалық та барлық одақ болғанын барлық жағынан қалаушы едім. Бірақ дәл қазір мүмкін тыныштыру үшін ол да керек жоқ шығар. Енді ол енді әр жақтағы кісілерге белгілі. Бірақ бұл жерде бір Түркияның президенті жаңағы Ердоғанның ата-бабамыздың топырағына келдік деген сияқты жазып қойған нәрсесін алаулатып, жалаулатып әп кетіп, түріктер видео жатыр, Ердоған сөйдеп жатыр деп, оған да бір аға ұқсап, арқа сүйей беруге де болмайды ол. Әр жерде өзінің мемлекеттің өзінің мүддесі болады. Мысалы, Түркияны алсақ, осы Ресей мен Украина арасындағы қарым-қатынасы соғыста, Ресеймен сауда-саттық жөнінде жаңағы астық басқасында сауда-саттығы бар да, Украинаға былай қарасаңыз қару-жарақ, жаңағы байрақтар деген сияқты дүниелер сатты. Бұл тек қана Украинаны қолдап, немесе Ресейді ғана қолдаған. Ол жерде мемлекеттің мүддесі қалай ойнағысы келеді, солай ойнап отыр. Сондықтан да тек қана біздің шебімізге жау кірмейді, жау кірсе Ердоған столды бір құрып бізге келіп көмектеседі деген нәрсе. Бұл жерде сәл шатасамыз, егер сүйдесек, құр Ердоғанға сенсек, немесе Әзірбайжан жалпы сол Тұран одағына сенсек, бұл жерде әркім түркі елдерінің бас қосуы, түркі елдерінің бірігуі, одақтың құрылуы нақты егер құрылса, кейбір елдерге қауіп болып көріне ме ол? Қалай ойлайсың? Қауіп болып көрінгенде енді білмеймін, біз біреуді барып Тұран одағы басып алады дегенге өз басым сенбеймін. Бірақ мүмкін қауіптенеді, мүмкін соған жұмыс істейді олар, сол басты біріктірмеуге, тағы басқаға. Бірақ қанша жерден біріксе де, басқа қандай одақ құрылса да, Қазақстан барлық жағдайда өзінің шекарасын, мынау жер бедеріндегі шекарасын айтпаймын, барлық ұстанымдағы келісім шарт шекараларын бәрін анықтап белгілеп алу керек, қандай одақ құрылса да. Бәлкім менің қазіргі қоятын сұрағым асығыстық сұрақ шығар, бірақ егер Тұран одағы нақты құрылатын болса, оның бір валютасы, бір тілі болуы мүмкін ба? Егер нақты бір түрік қазақ тілінің біреуі болып қалатын шығар, егер ондай болып жатса. Бір валюта, мысалы, евромен жұмыс істеп жатқан елдер бар, одан да. Бірақ ол тәуелсіздіктің бір белгісі ғой, бізге тәуелсіздіктің бір белгісі іспеттес та, өзіңнің елтаңбаң болу, туың болу, өзіңнің валютаң болу деген сияқты. Сол тұрғыда мүмкін дәл қазір оны экономикалық тұрғыда бір сарапшылар зерттеп,
ақша құнды болады қазіргіден басқа бірдеңе десе. Әрине, екеуміз қандай да бір болжам айта алмаймыз, себебі біз ол саясаттанушы да емеспіз, бірақ енді жеке өзіміздің. Қазір халыққа шынын айтқанда бәрібір кредиттерін кешіріп жіберсе, кредиттерін жауып берсе, қандай валютаға өткізіп жіберсең де соған мақұлдайын деп тұр ғой. Халықтың әлеуметтік жағдайы шындығын айтқанда. Оны барып қандай келіп қойдың құмалағымен саудаласасыңдар десе де келісейін деп тұр халық. Енді мен өз басым бұл одақтың құрылғанын қалаймын. Енді қолдаймын. Жаман емес. Болса. Жақсы. ЛРТ. ЛРТ-ға үлгердің бе мініп? Так, мына жерде Тоқаев отырды, мына жерде мен отырдым деп айта алмаймын енді. Мінген жоқпын. Бізді ондай жерге андау бір шақырып, мынау біз ондай бір оқырманы көп блогер де емеспіз. Іріктеп алдында бір пресс-тур жасады. Бірақ ол Астананың блогерлері, Астананың жаңағы оқырманы көп жұлдыз, журналист тағы басқаларына жасады ғой. Өзім мінген жоқпын, может бір барған арнайы бармаймын. Бір іс-сапармен бірдеңеге барсам, балаларымды қызық үшін мінгізетін шығармын. Бұл жерде ЛРТ-ның ашылғанына қуанам, бір жемқорлықтың ескерткіші болып кетпей. Тағы бір ескеретін нәрсе бар. Оның құны туралы айтылады да бізде. Ой, бұл ақтамайды, ол бірдеңе деп. Бұл жерде мен осы нәрсеге келіспеймін. Ол қанша құн шығарды, оған негіз халық негізі басқа тұрмау керек. Мемлекеттің бірінші міндеттерінің бірі халыққа жағдай жасау. Жұмысына жылдам бару үшін, үйіне жұмыстан жылдам қайту үшін ЛРТ жасай ма, метро жасай ма, басқа айналма жолдары бар, көпірлер жасай ма, ол қанша қаржыға кетеді, ол ақтай ма, ақтамай ма, бірақ халыққа пайдалы, халыққа жылдам, ықшам, халықтың уақытын экономить ететін нәрселер болса, оны әрдайым қолдау керек ондай нәрселерді ше. Ол тек қана халық пен мемлекеттің ортасына бизнеси бір сауда көзқараспен қарауға болмайды. Ол қашан ақтайды? Астанада пәленше мың ғана халық тұрады. Немесе 2 миллион, 3 миллион халық тұрады, оны ақтау үшін пәлен миллион керек деген сияқты. Ондай көзқарасқа өзім қарсымын. Мемлекет билік пен халықтың ортасында сауда көзқарасы болмау керек. Қандай жағдай жасаса да, бір ауылға су тартса да, бір ауылға жол салса да, ол мемлекеттің өзінің міндеті. Оны әспеттеп, оны көрінген жерге жарнамалап, ішкі саясаты бар, басқасы бар, блогерлерге, басқаларға жарнама. Ол міндеті, тікелей міндеті. Соны жасау керек. Енді Астанада былай алып қарасақ, бір көлік жетіспеушілігі, қоғамдық көлік жетіспеушілігі жоқ, енді былай ЛРТ-ға жүгінетіндей. Сенің ойынша бұл жоба бір имидждік жоба ма, әлде шынымен де көліктің, қоғамдық көлік мәселесін шешкен жоба деп ойлайсың ба? Енді Астанаға аңдасаң да көлікпен барамыз. Кейбірде боқ қалады, жаңағы пробка дейміз ғой. Сондайды дүние мүмкін шешетін де шығар. Енді ол Астанада ұзақ жыл тұрып, мына ЛРТ-ның маршруты былай, мына жердегі жұмыс істейтін мекемелерге мынау тиімді болды деп айта алмаймын. Өйткені мен Астананы бүйтіп қазір картамен елестете алмаймын да, қай жерде не тұрғанын. Бірақ үлкен дамыған елде, дамушы елде, дамып жатқан елде ондай жақсылықтардың, ізгіліктердің болғаны дұрыс. Бірақ мен ЛРТ-ның анау астындағы бетондарды бояп қойғанға қарсымын. Ол бүкіл елде бар, ол бетон қалпында сұр түсінде қалады. Оны бояп қойыпты, өткенде ашылмай жатып краскілері түсіп жатқанға біреулер салып қойыпты. Манан қара қирап жатыр. Ол бетонға краска жабыспайды. Ол кеберіс дейді да, бүйтіп сыпырылып түсіп қалады. Содан кейін ол әтпесе бетоны шіріп жатқан жоқ, еріп жатқан жоқ қой оның. Бетон қалпында тұра беру керек. Сосын біздің халықтың бір кішкене андай қазір түрлі карикатуралар жүр, түрлі видеолар жүр ғана. Индиядағылар, анау бандедегілер төбесіне мініп алатын сияқты мемдер. Сөйтіп жаппай барып, бет алды мініп алып, уже шайнап жүрген сағыздарын бүйтіп автобустарға мінсек жабыстырып кетуші еді ғой. Сол сияқты дүниелер жасап жатқанына қарным ашады. Расымен сондай дүниелер жасап жатқанына қарным. Енді әзірге ЛРТ-ға халық аттракцион ретінде қарап тұрған сияқты. Әзірге, қазіргі кезде. Бүгін бір кісінің жазбасын оқыдым, 10 минутта жұмысқа жеттім, жақсы екен деген. Сондықтан пайдалы шығар біраз адамға. Енді ол ондай ЛРТ бізде алғаш ондай ірі жоба. Халықтан бірінші күндері
бас тармағай жаппай баруы естественный дүние дейді ғой. Иә, енді қызықшын ғой, қызықшын ғой. Кезінде Түрксібке де солай біздің ата-бабаларымыз бірінші алғашқы теміржол несі паровоз ғой, енді ол кезде тепловоз емес. Солар өткен кезде солай атымен, атқа мінетіндер атқа, түйе, өгізге мінгендер өгізбен қараған сондай бір Қастеевтің суреті болушы еді ғой Түрксібке. Шатаспасам Қастеевтің. Сол сияқты ғой бұл ЛРТ-да. Қазір дрон секілді ұшатын таксистер жүрсе, оған да жаппай мініп қызықтап көреміз. Енді жауыр болған мәселе, енді бұның алдында бұл ЛРТ жаңа қаншама миллиард жымқырылған, ол айтылды, жауыр болып қалған мәселе. Бірақ бұл жерде кім ұтты деп ойлайсың бұл жобадан? Егер де жаңағы расымен миллиардтап жеп, түрмеге қамалмаса, сол жеген адам ұтты. Мемлекет ұтқан жоқ ондай жерде. Егер миллиардтап жеп біреулер, сосын бір 2-3 жыл түрмеге отырып, ешқандай дүние мүлкі тәркіленбей қайтып келсе, тағы да сол адам ұтты дер едім. Бұлайынан тағы да қайталап айтам, бұл жерде анау ұтады, мынау ұтпайды деген көзқарас болмау керек мемлекет. Халыққа ыңғайлы заманауи дүниелерді қосу керек. Сондай дүниелер. Болашақта бұндай жағдайлар туындамас үшін не істеу керек деп ойлайсың? Бұндай ірі көлемдегі жобалардың жымқырылып кетпесі. Жемқорлықты азайту керек, азайту келгенде жою керек жалпы. Бұндай бізде жемқорлық бір дәстүр сияқты дәрежеге кетіп қалды да. Тіпті жаңағы шағын мекемелердің өзіне де кіріп алған жемқорлықтар бар, естіп жатамыз. Сондықтан да қалай жоба іріленген сайын оның жейтін, асайтын, астауы да көбейе береді. Осы жағына бір бақылау, мысалы Норвегиядағы ұлттық қор өздерінің сайтында ашық көрініп тұрады бүйтіп. Елімізде бүгін ұлттық қорда мынанша ақша тұр деп бүйтіп ауысып көрсетіліп тұрады. Бізде де бір сондай бір бақылаулар болса, облыстың бюджеті мындай, бүгін мындай деген сияқты бір сондай нәрселер көрсетіліп тұрса ашық. Бізде жаңағы ашықтық жоқ та. Бізде партиялардың өзі жаңағы заң бойынша негізі атқарған жұмыстарын тағы басқасын баспасөзге бірдеңеге жариялап отыр. Мүмкін бізде жариялайтын бір партияға тіркелгенсің ба? Жоқ, ешқандай партияда тіркелген жоқпын. Мен тіркелетін партия әзірге жоқ. Жаңа Тұран болса, Тұранға тіркелген. Ал Әділет партиясына ше? Әділет партиясына кірем деп айта алмаймын. Өйткені былай жасанды партия болып көрінеді маған. Атау үлкен жауапкершілік пен айтылып тұрса да. Бірінші күнгі логосы көзімді тартпады. Қазақша мынау кириллица дейміз ғой. Дысы мынау, тысы анау, ісі анау дегендей. Бір сондай бір несі тартпады, және ұрандап шыққан нелері. Енді баяғыдағыдай қызылды, жасылды, анау блогерді, мынау журналисті шақырып, ондай жоқ, сәл бәсең өтті. Бірақ сонда да ашылулары тез болып өткен жоба. Бұл менімше енді Тоқаев мырза президенттікке келгеннен бастап әділетті Қазақстан, әділет деп жүр ғой. Сол мақсатта құрылған, сол кісінің саясатын әрі қарай жүргізу үшін, сол кісінің бір жобаларын, заңдарын іске қосу үшін бір рычаг ретінде қосылған партия деп ойлаймын. Алдағы уақытта аманатты ығыстырып, билікке тікелей араласатын, биліктің жұмыс істейтін, биліктің партиясы болатын партия деп ойлаймын. Енді өзін халықсың ғой өзінде, мен де халықпын, екеуміз де халықпыз. Енді егер халық сенбесе, кінә бұл жерде қоғамда ма, әлде саясаткерлер? Бұл жерде соның саясаткерлерде қандай партия болсын ашылғанда, мысалы, қандай леппен, қандай сөздермен келдің, соған байланысты да. Менің жүрегімді қозғайтын, немесе тағы басқа біреудің жүрегін қозғай жіберетін сөздер айтылған жоқ. Енді мысалы, сол жерде жаңағы кім Айбек Тәдеуи ме, кім еді? Иә, сол кісі или Рауан Кенжехан ба? Сұхбатта сіздер оппозициясыздар ма деген кезде, жоқ, біз ешкімге оппозиция емеспіз деген сияқты бір жауаптар берді. Өзіміздің бағытымыз бар дегенде енді. Дәл енді контекстті білмеймін, осы мағынада. Мен болсам олай жауап бермес едім. Иә, біз
кейбір партияларға кейбір дәрежеде оппозициямыз деуші едім ше. Өйткені өзі былай ғой, билікке оңшылдар келсе солшылдар оппозиция, солшылдар болса оңшылдар, немесе анау республиканецтер мен либералдар деген сияқты ше. Солай ғой, өзі бізде бір партия, биліктің партиясы неде отыр ма, қалғандары оған оппозиция, негізі заңдық тұрғыда. Қалғанның бәрі ана партияға оппозиция. Бізде соны айта алмайды ғой. Әзірге бұл партияға танымал адамдар тартқан жоқ сияқты, иә? Неге? Бизнесмендер, Лаврентьев, мысалы үшін, бәрінің аты жөні тұр ғой. Анау Жоқ, учредительдерде... әнші жұлдыздарды айтам. Әнші жұлдыздар жоқ, бірақ диктор, жүргізуші, журналистер бар ғой, төртеу ма, нешеу. Енді сондай бір танымал адамдарды партияға тарту дұрыс деп ойлайсың? Бұл жерде кімді тартсаң да, ол құрылтайға барады деген сөз емес қой. Қазіргі заң бойынша одномандатный, бір мандатты жоқ, мажоритарлы системаны алып тастап жатыр. Енді партияға кірсең да, ол сенің жаңағы құрылтайға немесе басқаға баратын барады деген сөз емес. Қандай атақты аяқ берсеңіз де. Ол ішкі партияда өздері, біз партияға дауыс береміз, аманат мысалы үшін 30%, мынау 45% алу мүмкін, иә, әділет. Қалғандары бүйтіп 20-25% бөліп алу мүмкін дегендей құрылтайда білмейміз ғой. Бірақ соның ішінде уже партия шешеді ғой. Сен барасың, сен бармайсың, сен барасың, сен бармайсың деген сияқты ішкі сауда қызып жатқан шығар деп ойлаймын, өз арасындағы партияның ішіндегі. Бұл партия екінші аманат деп ойлайсың ба? Екінші аманат емес, бірінші аманат. Аманатты сұрады. Аманат, мысалы, аманатқа уже президентіміз сенбейді деп ойлаймын. Мүмкін. Өзінің идеяларын жүзеге асыратын, өзінің жаңағы бір жобаларын түбіне жеткізетін өзіндік бір партия құрғысы келген шығар. Мүмкін жастардың күшін пайдаланып, жастармен сондай бір бұл үлкен әлеуметтік жоба, партия деген өзі жоба ғой жалпы. Сондай жасақысы келетін шығар, құрғысы келетін шығар бір әділетті Қазақстан. Оның маңайындағы құрғыста ма, құрғыспай ма, ол уже екінші сұрақ. Қазіргі партиялардың басты қателігі не деп ойлайсың? Басты қателіктері бір-біріне қарсы шықпайды. Бір-бірінің нелерін жоққа шығармайды. Келісіп отыра береді. Сен тимесең, мен тиме дегендей. Иә, мысалы, бір 20-30% адам сол жерде енді сенаты бар, мәжілісі бар, енді қазір енді құрылтай болады, бірдеңеге дауыс береді ғой. 99% қолдайды, біреу ғана қалыс қалады, немесе жаңағыдай сондай бірдеңе деген сияқты, қарсы деген жоқ деп көбінесе сондай шығады. Жоқ, заңға мен 20% мені қарсымыз деп сондай бір өтірік қарсылас көрсетіп қойса да, анау 80% бәрібір дауысты жеңіп кетеді ғой. Сондай нәрселер жасай алмайтында мен кішкене көміл жеймін да, ішім ашиды. Бір дауласып, бір мысалы менің құқымды, менің ішімдегі мұң зарымды партияда біреулер жаңағы мәжілісте тағы басқа жерде басқа партиялар айғайлап тұрып айтып жатса, менің мәселемді, мен дегенде халық қой бұл. Сол біздің мәселемізді біреу көтеріп жатса, алаңға шығып неміз бар? Қазақтың, иә? Халықтың жалпы алаңға шығып, несі бар? Біздің сөзімізді айтып жатыр деп отырамыз ғой. Міне оқу тегін болсын, емхана тегін болсын, немесе мәжіліске газ бірдеңенің көмірдің бағасы арзандасын деген сияқты халықтың ипотеканы түсірейік бағасын, кредитті несиесін түсірейік дегендей нәрселер айтылып жатса, халық ешқашан неге шықпайды, алаңға шықпайды. Өйткені менің сөзімді біреу сөйлеп жатса, қайтемін мен. Депутаттар мысалы үшін мойындамайды, мәжілістегі депутаттар мойындамайды. Жоқ, егер де бәрі дұрыс болып жатса, анау мәжілісті сенаттың алдына халық не үшін барады? Халыққа пайдалы заңдар шығып талқылану керек. Егер де шынымен де олар айғайлатпай, шулатпай, айғай шудың бәрі сөз жүзде болу керек та, сосын бір келісімге келіп заң шығу керек. Мына жерін алып тастаймыз, мына жерін мына жері қалады, мына жерін түзейміз. Дұрыс айтады екенсіңдер, сіздер бұны да ескерейік деген мәселелер болса, онда болатын еді. Митингке дейін баратындай жағдай жасамау керек. Мысалы, мен әділет партиясын, қандай партия болсын құрылса, соның ішінде болсам, или құрып атқан адамдардың ішінде болсам, мен барынша қарапайым түрде, жаңағы енді қазір олар дауыс жинауға шығады ғой. Енді дауыс бәрі жасалып тұр деп ойлаймын, енді мен бәрібір де. Бірақ 2-3 бағытта кәдімгі жай ғана бір қарапайым
ортаңқол Қытайдың машинасымен болсын, 2-3 бағытта адамдар жіберуші едім да, ауыл аудандарды аралатуға, қол жинауға. Міне біз осы партияның атынан міне қол жинап жүрміз деп халықтың мұң-мұқтажын естіп, өтірік болса да шынымды айтайыншы. Бірақ шын есту керек, неге шындығын айтқан кезде. Бірақ бізде өтірікті көп жасайтын қадамдар көп еліміз ғой жалпы. Сондай нәрселер жасап, халықтан қол жинап, расымен сонда өзің көріп кетесің де, еліңде қай ауыл күйреп жатыр, қай аудан гүлденіп жатыр, соның бәрінше. Сөйтіп бір пайдалы істер жасаушы едім мен. Ел аралап өтіп қолды тіпті келісіп қойсақ та, ан жақпен уже партия болатынымыз. Бәрібір анандай ел аралап өту керек еді. Айсұлтан, өзің осы депутаттықты көздеп отырған блогерлердің бірі емессің бе? Қайдағы депутаттықты? Көздеп отырған жоқсың. Оған мен партияға кіруім керек қой. Ешқандай да партияда жоқпын мен. Жоқ, болашақта. Болашақта тіпті облыстың депутатына да өтпеймін мен. Себебі мені иттің етінен жек көретіндер көп. Неге жек көреді деп ойлайсың? Енді айтып отырмын ғой, мен осындай нәрсе, мәселелер айтып отырмын ғой. Жоқ, бірақ кейін кезде ондай мәселелерді көп айтпайтын сияқтысың. Жоқ, көп айтпағанда енді ол мәселе айтқан адамның бәрі оңбаған емес қой. Бізде мәселемен емес, мәселені айтқан адаммен күресу басымда. Сол мәселені шешейік, былай бүйтейік деген емес. Және мен де баяғы жынды бас жас бала емеспін ғой. 40-қа келдік, толыстық дегендей, жайдақ атқа мініп, жалаң найзаны қолға алып шауып кетпейсің, оң сол таныдың. Мүмкін басқа әдістермен, басқаша. Қазір түсінем. Жол жабылды, бір мандатты жүйемен әрі қарай бару деген, халықтың мұңын айту деген жол жабылды. Түбі бір партияға кіруіміз керек болады. Не істейміз енді, біздің елімізде заң сондай болса, сол заңды сыйлап құрметтеуге ғана қалады. Мен қандай да болсын заңды құрметтелгенін қалаймын негізі. Ендеше бір партияға түбі бір кіруім керек болады. Дәл қазір білмеймін қандай партияға. Мен бірақ әділетке кірем деп айта алмаймын. Аманатқа кірмейтінім анық. Қазір ақпараттық кеңістікте өзін қарап отырсаң, енді менің ойымша сыни материалдар азайып баратқан сияқты. Өйткені жаңа ғана айттым ғой. Ол дегеніміз билік жұмыс істеп жатыр деген сөз ба? Мәселені айтсаң, сен мәселені емес, жаңа қайталап айтам, мәселені айтқан адаммен күреседі. Тойға көшеміз ба? Тойға болғанда енді мен үйленгем дей ана. Сізбен той жасаймын деп айтамын. Тойда қазір жарыс пайда болды, өзім байқасам. Тойға көп баратын адамдардың бірісің ғой. Енді туған туыс, дос жаран, аралас, құралас деген көп. Той бармайтын адам қатарында емес, бірақ карантин кезінде мен кішкене бір жақсы болып қалған еді, той азайып ше. Той көп, өте көп той. Сол көп тойды азайту керек. Тойдың форматын өзгерту керек деп ойлаймын мен, жалпы. Қалай өзгерту керек? Мысалға, ысырапшылдық болмаушысын, өзің қалай көресің? Білмеймін, барлығы бас аяғы 2,5-3 сағатта аяқталу керек той деген. Біздегідей 7-8 сағатқа кетпеу керек. Содан кейін көп дүниелер, жаңа мал шашпақ дейді ғой, сондай тойға керек жоқ элементтер көп ақ. Анау биде керек жоқ. Биде 6 қыз, 8 қыз шығып, шаңырақ па бірдеңе көтеріп шығып, үйтіп те керек жоқ. Оның бәрі ақша той жасап жатқан. Кедейге де байға да ештеңе емес. Байға ештеңе емес, ол кедей де тыраштанады. Жаңағы шаруасы, жаңағы жесір әйелдер баласына, жалғыз баласына той жасап жатады, тағы басқа қарызданып, қауғаланып. Онан кейін жаңағы асабалардың қоя салатын бағасы бар. Қазір сіз 100 мыңға асаба тапсаңыз қуанасыз. Енді мен мысал үшін жаңағыдай сүндет той деген, бесік той деген нәрселер, бесік той ол тіпті жаңағы 5-6 әйел жиналып үйде ғана жасай салатын нәрселер ғой. Сүндет тойда сондай нәрселер ше, оларға қарсымын да. Үйлену, жаңағы ұзату, сосын бір расымен бір атақты жақсы адамдар болса, ауылға жаңағы еңбегі сіңген ақсақалдар болса, бір 70 жылдығын бірдеңесін жасауға болатын шығар. Сондай тойларға ғана кешіріммен қараймын ше. Ал әскерден келгенде тойханада, диплом алғанда тойханада дегенге оған қарсым. Сосын жаңағы тамадалардың, асабалардың тым қатты шарттап кеткен бағасына, қанша тұрады? Білмеймін, қазір мен тамада болып өзім шықпаймын. Білмеймін, айтып отырмын ғой, кемінде 100 мыңға әрең табасыз қазір. 500-ге кетіп қалған, миллионы да бар.
150 мың шығар қазір орта есеппен қарапайым тамада 150 мың алады ғой. Ол жаңа диджеймен бе бірдеңесімен әнші, биші, басқа дегендеріңді плюс ала бересің, жанына қосыла береді ақша. Жаңа оператор болады, мобилографы болады. Қазіргі тамадалардың қателесетіні той бойы адамды келемер дейді. Мазақтайды. Маған осы намысына тиеді. Содан кейін жаңағы той иесінде ит қылып жібереді. Өздерін бірінші орынға қояды, өзін ғана көрсету. Өзін көрсеткісі келіп. Сен әулетті көрсетуің керек. Сол той болып жатқан той иесінің шашбауын көтеріп, сол кісілерді бірінші орынға. Соларды көтермелеп отыру керек қой. Жоқ, бұлардың несі бір рет болды тойда. Өздеріне жарнама болды. Бір сарказммен маған бір сөз айтқаған болды. Бірақ мен сол жерде неше түрлі болады. Кейбір қыздар өзі бір майысып жүріп жай шығатын бір жүрісі қызық қыздар болады. Сондайларға ой подиумға шығып келатқанда әуелі күйеуге тиіп алса, әуелі күйеуге тиіп алсай деген сияқты ше, сондай сол тамада айтатын сөз. Біреу бір жуас біреуді тауып алады да той біткенге шейін соған тиіседі. Қарапайым киініп келсе, сен бір қазан ошақтың жанында. Орысша айтқанда кайзолат пішкен. Қазан ошақтың жанында бір палау пісіріп жүретін әкелеріміз сияқты. Келе сапсың ғой деген сияқты шығар. Неқысы бар, кім не киіп келді, басқа немесе енді тыр жалаңаш кимейді ғой адам, шыны керек. Кейбір қыздардың киіміне тиісіп жатады. Енді өрескел тым ашық киініп алатын қыздарды ғой, бірақ ешкімге тиіспеу керек тойда тамада ше. Бір тамаданың мәдениеті болу керек. Бізде қалыптаспақ. Тамада деген сөзде қай бір мәдениет? Тамада ол сол клоунның дәрежесі. Асаба деген баяғыда, ол асаба қазақтың сөзі. Үлкен астарды басқарған. Астарды басқарып, жаңағы анау қаншама 300-дің адамдары келеді, сыйлы адамдар келеді, кімді қай үйге, қай жерге орналастыру керек, кімнің атын кермеге алдынан шығып байлау керек, соның барлығын ұйымдастырып, сөйтіп жүрген адамдарда асаба деген бірдеңенің жігін бүйтіп жасырып жер алатын, жамандықты жасырып, жақсылықты асырып жер алатын. Сондай адамдар ғой асаба деген. Мен қазіргі тамадаларға асаба деген сөз қимаймын. Бар асабалар арасында. Бірақ көбісі тамада жаңағы клоун дәрежесінде. Бірақ солардың заманы қазір жүріп тұр. Қазір оларды тойға шақырсаңыз, қазан айында тойым бар десеңіз, бос емес олар. Қазанда бос емеспін дейді. Соларға бола тойының күнін ауыстыратын адамдар бар. Баяғыда тойды сол әулеттің біреуі жүргізетін. Сосын тойға келген адамдар ән айтып, сол кісілер өнерін көрсетіп, сол той сонымен әдем өтетін. Қазір ешкім тойда ән айтпайды. Тойға келген адамдар анау қаптаған әншілері несі кезекте тұрады. Той жасаудан бөлек тойға бару да проблема. Мысалға, оған бару үшін, мен жоқ дегенде 50 мың апарасың біреуге шашуға. Енді той керемет жерде өтіп жатыр, сен әйеліңмен барып тұрсың, біліп тұрсың, ананың бір орындыққа 20 мың ба сондай 20 мың ба төлеп тұрған тойхана білесің. Сондықтан да сен қалай 30 мың апарасың? Сол дәрежеге байланысты. Өзіңнің жаңағы отырған шығыныңмен бірдеңе қатаса көтің керек қой. Солай туған туыс болса 100 мың бересің ба, 200 мың бересің өзің қалтаңа қарай. Солай берілесің. Қазір өліктің өзіне жаңа 5 мың берсең ұялатын заман ғой. Ақша да құнсыз. Қазір кем дегенде қанша береді? Мен өзі былай жай мысалы үшін араластығым аз біреудің жаңағындай танитын адамдарға 5 мың беріп кетемін. Енді бір таныс жолдас жігіттердің әке-шешесі анау-мынау деген сияқты бір нағашы бірдеңе деген сияқтыларға уже жазасың ғой, жақсы жаза бастайсың. Өйткені біздің де жасымыз 15-20-дағы бала емес ғой, біз өзіміз бір шаңырақ болып отырған адамбыз. Өзім бір шаңырақ болып отырған, әкемнен бөлек шаңырақпын. Сондықтан да атыңа кір келмейтіндей барасың, жазыласың. Имидж үшін ба? Имидж үшін емес ол. Имидж үшін емес, ол енді туған туыстың бірдеңесін көтеріп тастау тағы басқа үшін ғой. Ертең өзіңе де оның солай келеді. Мен баяғыда түсінбейтін. Аналар дәптерге не жазды? Дәптер бар ғой қазақта, бір дәптер деген нәрсе бар. Бұл білу үшін де керек екен де бұл негізі. Жоқ, көбіне Айсұлтан қараш, имидж үшін беретін сияқты. Тойда да болса да, қай жерде болса да. Ол ашып-шашып беретіндер, имидж үшін беретіндер шығар. Былай жасырын ғана беріп кетеміз. Көбіне қазақтарда олар имидж үшін шығар. Былай жасырын беріп кетесің, болды. Кейбірде бүйтіп тойда бермесең, жай қолына тойдың алдында беріп кетесің, болды. Сондай нәрсе, менің қарым-қатынасым өзі сондай. Келгеніне көп рахмет, Айсұлтан. Рахмет. Келіп тұр. Рахмет. Келіп та
отырып та жатып та тұруға болатын жақсы ғимарат екен. Болады. Сенің оқырмандарың маған жазылсын деп қояды. Жақсы. Ал сенің оқырмандарың маған жазылсын. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Иә, рахмет.